аспанға қарап ай көрдім, төменге қарап жер көрдім, оңға солға жақсы балалар. Балалар, бүгін бізде ерекше күн болғалы тұр. Себебі бізге қаншама көп қонақтар келді, иә? Кәнеки балалар, қандай біз инабатты, әдепті балалар екенімізді көрсетейік. Қонақтарымызбен амандасайық. Өткенге кесіз, көршіге кесіз, құрметке жүзінде бас келеміз. Жақсы балалар, енді орнымызға жайғасайық. Балалар, бүгін біз сендермен ғарышқа саяхат жасаймыз. Ғарышкер боламыз. Ал ғарышкер болар алдында біз кішкене экранға назар аударайық. Ұлы даланы мекен еткен ежелгі адамдар талай техникалық жаңалықтарды ойлап тауып, бұрын сонды қолданылмаған жаңа құралдар жасаған. Соның бірі көліктер. Ежелден адамдар ең алдымен жаяу еді. Жаяу болған соң олардың дамуы баяу еді. Сол себепті жылқыны қолға үйретілу, атқа міну мәдениеті де негізінде қалыптасты. Олар мінді, шапты, құстай ұшты. Қараңдар. Міне осы жылдамдықпен ұлы далада ең алғашқы өркениет басталды. Жалпы көлік дегеніміз жолаушыны, тауарды және нәрселерді бір жерден бір жерге тасымалдауға, жеткізуге арналған құралдарды айтамыз. Мысалы, қараңдар балалар, бір үйден екінші үйге жаяу жүруге болады. Ауылдан ауылға арбамен, ат арбамен жетуге болады. Келесі, ауылдан қалаға машинамен жетуге болады. Ал қаладан қалаға ұшақпен жетеміз. Ал ғарышқа балалар зымыранмен ұшамыз. Көне замандарда адамдар ғарышқа ұшуды армандаған. Олар жұлдыздарға қарап, онда қандай әдемі деп таң қалды. Ең алғашқы ғарышқа ұшқан адам кім балалар? Юрий Гагарин. Жақсы, Юрий Гагарин. Ал Қазақстанда ең алғаш ғарышқа ұшқан кім? Талғат? Талғат Мұстафаев. Жақсы балалар. Ал олар ғарышта не көрді? Жұлдыздар. Жақсы. Олар немен ұшты ғарышқа? Зымыранмен. Ал балалар, біздің жерімізде тағы спутник бар. Ол қалай аталады? Ай спутнигі. Жақсы. Қазір біз сендермен жер спутнигі деп аталатын жаттығуды жасаймыз. Ол үшін орнымыздан тұрамыз. Балалар, ай қалай айналады? Жерді айналады, иә? Ай жерді айналады, ал жер өзінің айналысында айналады. Кәнеки біз сіздермен жер спутнигі жаттығуды жасайық. Жақсы балалар. Ал сендер ғарышкер болғылары келе ме? Иә. Аспан аспанымын, қахан қалаймын, сені көзбен соңан мен ғасты боламын. Бүгін ағаны күні ғасқа, мен аспан қалаймын, мен ғаскер боламын.
жақсы. Балалар, ал ғарышкер болу үшін қандай болу керек? Мықты, ақылды. Ал ендеше ғарышқа ұшпас бұрын біз сендермен кішкене шынығып алайық, иә? Кәнекей. Музыкамен. Зымыран, жерді қысайды зымыран. Кәнекей скафандрларымызды киеміз. Ғарыш кемесіне отыруға рұқсат берілді. Кәнекей. Жиналыңыз. Рұқсат берілді. Кәнекей балалар дайындаламыз. 5, 4, 3, 2, 1. Балалар, қараңдаршы, біз ғарыш әлеміне келдік. Кәнекей аспанға қараймыз. Қалай әдемі. Кәнекей балалар, айтыңдаршы маған, зымыранның терезесін қалай атаймыз? Иллюминатор. Кәнекей иллюминаторларымызға жерге қарайық. Иллюминатор арқылы жерге қараймыз. Кәнекей. Ола қайтылған жер жақсап ақталғанын көрге тұққаны сен асқар таулардың. Пилот космической планете на Землю глянул с высоты, а никто не видел такой чудной красоты. Ах, какая красота, не страшна нам высота. Жақсы балалар. Балалар, сендер не көріп тұрсыңдар? Не көріп тұрсыңдар? Жұлдыздар, дұрыс. Ғаламшар көріп тұрсыңдар, иә? Жақсы. Ал балалар, ғарышта тағы не бар? Ауыр салмақсыздық бар. Кәнекей қазір біз сендермен орнымыздан тұрамыз. Ауыр салмақсыздық күйде боламыз қазір сіздермен. Кәнекей балалар, баяу жүреміз. Оңға, солға, қолымызды жоғары, төмен, жоғары, төмен, оң жаққа, сол жаққа. Аяқтарымыз ауыр салмақсыз күйде. Біз ғарыштамыз.
сендерді көргеніме өте қуаныштымын. Мен ғарышкермін. Ғарышта мен ғарыштық кеңістікті зерттеуге келдім. Балалар, сендер ғарышкер болғыларың келе ме? Қане кім болғысы келеді? Қолдарыңды көтеріп кетші. Ой, көріп қой ғарышкер болғысы келеді. Тамаша балалар. Тамаша, жақсы. Ал енді балалар, сендер қайдан келдіңдер? Қазақстаннан, иә? Өте жақсы балалар, өте жақсы. Ал енді айтыңдаршы маған балалар, ең алғашқы көлік қандай болды? Атқамыныңды қорқақты. Атқамыны, ал енді қазір біз зымыранмен ұшып жатырмыз, иә? Өте жақсы балалар. Енді қараңдаршы балалар, сендер үлкендерге көмектескен ұнатасыңдар ма? Ұнатасыңдар. Ендеше сендердің маған қарап көмектерің керек. Балалар, ғарышта да қоқыстар болды. Қоқыстар болды. Ол қоқыстарды метеориттер деп атайды. Қане қайталайықшы? Метеориттер. Метеориттер, дұрыс айтасыңдар. Енді мінекей қараңдар балалар. Ғарышты қоқысын біз тазалауымыз керек. Мына жердегі себеттерге, әр себетке, бір себетке сендер қоңыз тәріздес метеориттер жинайсыңдар. Бір себетке текше тәріздес метеориттер жинайсыңдар. Ал бір себетке шар тәріздес метеориттер жинайсыңдар. Бірақ балалар, қазір бізде баяу музыка әуен ойнайды. Қалай біз жинаймыз метеориттерді? Ақырын, баяу жинаймыз. Неге? Өйткені біз салмақсыздық күйдеміз, иә? Жақсы болды. Ал, мен қазір 1, 2, 3 дегендер бастайсыңдар. 1, 2, 3. Aşağıda kanatsız, zırlaydı, ayaksız. Zırlaydı.
шақырамыз. Сосын баяу музыка ойнағанда біз қалай барамыз? Баяу қалықтап барамыз. Қане үш болады. Дайындаламыз. Ұшуға дайындаламыз. Кәнеке. 5, 4, 3, 2, 1. Балалар, біз өзіміздің жерімізге оралдық. Кәнеке скафандрларымызды шешеміз. Зымырадан шығамыз. Балалар, біз қайда саяхатқа барып келдік? Қайда барып келдік? Аспанға, я немен бардық? Зымыранмен. Біз анда нелерді көрдік? Ғаламшарлар, ал кәнеке балалар, біз сендермен көп ғаламшарлар көрдік. Және ең бірінші ғаламшар қалай аталады? Меркурий. Кәнекесі Меркурий жайлы айтып кетші. Меркурий, ең кісі ғалиен планета. Қайтырақ. Күндіз ыстық, түнде суық болады. Жақсы. Екінші ғаламшарымыз қалай аталады? Шолпан. Шолпан, жақсы дастан. Айта бар. Шолпан. Оты бұлдар басынғы келер және өте салқын. Жақсы. Үшінші ғаламшарымыз қалай аталады? Жер. Алам, дұрыс айтасың. Жер күндіз түсі сеті банда көп өтен көп көндерді. Башқа ғаламшар қағанда ол ең әдемі ғаламшар. Жақсы. Келесі ғаламшар қалай аталады? Марс ғаламшары. Кәнеке Нурдина бізге Марс дейді. Марс ғаламшары. Марс ең суық ғаламшар. Диаметрия жерден 2 кіші. Жақсы. Келесі ғаламшар бізде ең... Юпитер. Кәнеке аяру бізге Юпитер жайлы айтып берсін. Қаты? Юпитер. Ең үлкен ғаламшар. Жақсы. Сатурн келесі. Кәнеке ғаламшар туралы.
Сатуры көңілсігі ең сопақша ғаламшар. Жақсы, ең сопақша ғаламшар. Және балалар, бізге екі ұқсас ғаламшар қалды. Олар қандай ғаламшарлар? Уран және Нептун. Кәне өздері Уран және Нептун туралы айтты. Жақсы, отыра. Кәне балалар, отыра. Это что за планета? Балалар, ғарыш еліне саяхатымыз аяқталды. Осының бәріне бізге не көмектесті? Достық. Ал кәнеке, достық бейін. Балалар, қонақтарымызбен қоштаспас бұрын өткен сабақта жасаған қол өнерімізді қонақтарымызға сыйға тартайық. Мен Кусаинова Айжан Қайратқызы өткізген, кіріктірілген, ұйымдастырылған іс-әрекетінің тақырыбы ғарыш әлемі. Бұл іс-әрекетті өткізу барысында ең алдымен мақсат пен міндетті қойдым. Мақсаты балалардың ғарыш туралы білімдерін жалпылау және де кеңейту. Міндеттері: білім беру міндеті ол ғарыш адамдардың ғарышты игеру, ғарышкерлердің жұмысы туралы, сондай-ақ идеяларды қалыптастыру, ғаламшардың атауын бекіту. Тәрбиелік жағынан ғарышкер мамандығына деген қызығушылықтарын тәрбиелеу, сонымен қатар ынтымақтастық, өзара іс-әрекет, дербестік, бастамашылдық дағдылары игерілді. Дамытушылық жағынан сөйлеу қарым-қатынасы, үйлесімді сөйлеу, визуалды қабылдау және де зейін, ойлау, қиял, жалпы қозғалыспен үйлестіру дағдыларын дамыту. Қатысушылар: балалар және мен. Мен іс-әрекетін ұйымдастырудың кіріктірілген формасын таңдадым. Сонымен бірге келесі әдістерді қолдандым. Ол зымыран, жұлдызды қалашық, ғаламшарлар, жұлдызшаларлар және де жат планеталықтар бейнесі, қисынды есептер, слайдтар. Сонымен қатар ауызша әңгіме, сұрақтар, сұрақ-жауаптар. Бұл әдістер негізі танымдық белсенділікті
тиімді ынталандырады деп санаймын өзім. Себебі бұл жоспар кезінде мен балалардың психофизиологиялық ерекшеліктерін ескердім. Ойын әдістері арқылы және де дене шынықтыру минуттарын қолдана отырып, балаларды зал кеңістігінде қозғалу түрінде ұйымдастыруға тырыстым. Менің қойған міндеттерім орындалды деп өзім ойлаймын. Себебі бүкіл оқу барысында балалардың қызығушылығын, эмоционалды реакциясы көрінді. Және де балалар бұрын ойын барысында барлық білімдерін пайдалана отырып, барлық ғарыштық сынақтарды тілекпен орындады. Балалар нәтижеге қол жеткізді деп ойлаймын, және де олар ғарыш